Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте жұмсақ, нәзік әрі өте дәмді болып шығатын стеганое одеяло бәлішін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бәлішімізді дайындау үшін жұмыртқамызға шекер, сұйық май және де сүтімізді қосамыз. Жақсылап миксермен араластырып аламыз. Миксер болмаған жағдайда венчик қолдануға да болады. Қамырымыз бірдей консистенция болғанша 1-2 минутта жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын болған кезде ұнымызға қопсытқыш пен какаоны қосамыз және електің ішінде араластырып аламыз. Дайын болған құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалы массамыздың үстіне бірнеше бөліктерге бөліп, електен өткізіп қосамыз. Електен өткізіп қосатын болсаңыздар, массамыз тез араласады және бәлішіміз биік болып көтеріледі. Қамырымыз дайын болды, сұйықтығы осындай болып шығады. Қамырымызды қалыпқа пергамент төсеп, құйып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Енді бізге творог немесе творожный сыр керек. Оған қант, крахмал қосып, бір жұмыртқа жарып, біркелкі масса пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бұл творожный массамызды кондитерлік қапшыққа саламыз және де дайын болған қамырымыздың үстіне клетка тәріздес қылып құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей клетка қылып құйып шығу керек. Және де бұл қамырымызды 180 градуста 30 минут пісіреміз. Бәлішіміз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Тағы да осындай видеолар болады.